Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен өткен видеода осы хот-догтың булочкаларын қалай жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Енді осы хот-догтың булочкаларымен хот-дог жасайтын боламыз. Видеодан алыстамай соңына дейін болыңыздар. Ол үшін бізге кетчуп, майонез, сәбіз салаты және қуырылған сосиска керек болады. Арнайы булочкаларымызды пышақтың көмегімен ортасын ашып аламыз. Міне булочкаларымызды ортасын кесіп дайындап алдық. Енді ортасына майонез саламыз. Кейін кетчуп саламыз. Кейін дайындап қойған сосискаларымызды саламыз. Енді сәбіз салатымызды саламыз. Міне сәбіз салатымызды салып алдық. Енді өз қалауларыңыз бойынша осылай кетчуппен әсемдесеңіздер болады. Негізі салмасы өз қалауларыңыз бойынша, сосисканың орнына колбаса, сәбіз салаттың орнына басқа, өзіңізге ұнайтын бір салат деген сияқты өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Сәбіз салатының да жасалу жолы менің каналымда бар, қарап жазсаңыздар болады. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Бұдан да көптеген рецепттер болады. Және де достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына үлесіңізді қоса отырыңыз. Міне біздің хот-догтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Фариза. Сау болыңыздар.